Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біздер қазақтың дастарханында ерекше орын алатын ұлттық тағамымыздың бірі әсіп дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті сиырдың ірі қараның, яғни жүрегі, көк еті және өкпесі. Сонымен қатар біздің салмасына әдемі дәм беретін, әр беретін сәбізімізді, болгар бұрышын және сарымсақты пайдаланатын боламыз бұл жерде. Енді достар, өз еттің де көлемі, жаңағы салатын сәбіз бұрыштарымыздың көлемі де өз мөлшерінде, өз қалауларыңыз бойынша. Енді етіңіз көлеміне байланысты. Етті турап, ет тартқыштан өткізіп алдық. Қажетті 2 шай қасық ас тұзын және 1 шай қасық бұрышымызды саламыз, қара бұрышымызды. Мен бұл жерде аз мөлшерде салдым бұрышымызды, бірақ енді өз қалауларыңызға сіздің, және 1 толық шай қасық паприка салам. Енді паприканы достар, мына өлшеулі весовой паприканы алғанын жөн, пачкадағы онда дәмі болмайды көп. Және өз қалауларынша кориандр салуға болады. Мен кориандр жақсы көремін, сондықтан бұл жерге салдым. Және алдын ала суда пісіріп алған 1 шай кесе күрішімізді салып араластырамыз. Енді күрішті жартылай да пісіргенге болады, бірақ мен бұл жерде толық пісірдім, тез дайындалу үшін. Және жақсылап тұрып, мына салмасын біркелкі етіп араластырамыз. Міне, және де мен көбіне қолданатын, мына шұжықтарға, колбасаларға қолданатын шприціме салып, өзім ыңғайлап алдым. Енді достар, өздерінің қалауларынша, сіздердің қолдарыңызда не бар, сол бойынша да жасай беруге болады, қалай ыңғайлы сізге. Мен көбіне осылай шприцті көбіне қолданамын. Енді сиырдың аш шегін алдын ала жақсылап тұрып жуып аламыз. Енді достар, бұл жерде ұзындығы енді өздеріңіздің шұжықтарыңызға, әсіптеріңізге байланысты. Жақсылап тұрып, мына шприціміздің басына кигіземіз. Бір айта кететін, мен көбіне осы шектермен жұмыс жасағанда перчатка кимеймін. Енді өйткені өте ыңғайсыз. Сусып, қайта-қайта қолым тайып, жұмыс жасаудың, яғни уақытымды көбін алып кетеді. Сондықтан көбіне осы перчаткасы жұмыс жасағанды қалаймын. Енді алдын ала дайындап алғаннан кейін, бұл әсібіміздің үшін өз қалауларынша мен көбіне шпагат жіппен алдын ала арнайы осы шұжықтарға арналған, болмаса шпажкамен, зубочисткамен түйреп қоюға болады. Мұны жайлап өткізіп жатыр, мен байлап қойдым үшін. Ескертетін жай, ауа кетіп қалмау керек. Өйткені ауа кетіп қалса, әсіміз жарылып кетуі мүмкін. Мұны дайын болған әсіпті қазанға салып, суын құйып 1 сағат жарым, болмаса 2 сағат көлемде пісіріп аламыз. Міне достар, әсібіміз дайын болды. Суытып алдым мен бұны. Қараңыз, кесуге өте ыңғайлы. Дастарханға қоюға да, ысылай күйінде де жеуге болады. Бірақ осылай суытып алғанды мен жөн көрдім. Керемет, дастарханымызға сән береді, әрі дәмі тіл үйреді. Иісі қандай, қарап жіберіңіздер достар. Қандай әдемі, мына сәбіздің өзі ерекше бір түс беріп отырады. Құрамындағы заттар өзара жақсы, дәмі де керемет. Достар, Айгөркен Мерболекова арнасына тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.